Belarus 2016 Olympian. Ladies and gentlemen, introducing Bahadur Jalolov. Bahadur Jalolov қазіргі таңда әуесқой бокстың супер жұлдызы. Отандасымыз Қамшыбек үшін өте алмас қамалға айналған бұл боксшыны соңғы жылдары ешкім жеңе алар емес. Дегенмен Бахадурдың қазақ боксшыларына деген ықыласы ерекше. Біз бүгін осы бір өзбек алыбы жайлы айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Бахадур Jalolov 1994 жылы 8 шілдеде Өзбекстанның Сурхандария облысында дүниеге келген. Отбасында жалғыз ұл және өзінен кейін бірнеше қарындастары бар екен. Бахадур бала кезінде әкесі қайтыс болып кетіп, жауапкершілікті өз мойнына алуға мәжбүр болады. Боксты 7 сыныпта оқып жүргенде бастаған екен. Ең алғаш рет ересектер арасында 2013 жылы өткен ол, сол жылы Өзбекстан чемпионатын жеңіп алып, аса ауыр салмақта құраманың бірінші нөмірлі боксшысы атанады. 2015 жылы Азия чемпионатында ширек финалда отандасымыз Иван Дычкодан жеңіліп, жарыс жолынан шығып қалған болатын. Making Jalolov miss. His punches. Дәл осы жылы Катарда өткен әлем чемпионатында Дычкомен енді жартылай финалда кездескен Jalolov бұл жолы да отандасымызға шамасы жетпейді. Дегенмен қола жүлдені иемденіп, келесі жылғы Рио Олимпиадасына жолдама алған ол ширек финалда британдық Джозеф Джойспен кездеседі. Джойстың техникасы Jalololovқа қарағанда әлдеқайда төмен екендігі байқалады. Бірақ тоқтаусыз шабуыл жасаудың арқасында өзбек боксшысына бір сәтке де тыным бермеген ол жекпе-жекті жеңіп кетеді. Ал Jalololovқа әлі де болса тәжірибе жетіспейтін. I reckon he's done a rib. It's not in Jalolov's vocabulary right now. Okay. Yeah, he's brave though. He could barely. Joe Joyce of Great Britain will never. Осылайша алғашқы Олимпиадасынан жүлдесіз қайтқан Бахадур 2017 жылы Ташкентте өткен Азия чемпионатының финалында енді Иван Дычконың орнын басқан Қамшыбек Қоңқабаевты жеңіп, алтын жүлдені иемденеді. Осы кезден бастап Jalolov пен Қоңқабаев арасында әлі күнге дейін жалғасып келе жатқан текетірес басталған болатын. Дәл сол жылы өткен әлем чемпионатында екі боксшы ширек финалда жолығады. Бірінші раундты Қамшыбек өте сенімді бастайды. Қарсыласқа қарағанда белсенді болған ол раундты өз пайдасына алып кетеді. Екінші раунд бастала сала отандасым Jalolovтың тура тиген сол қолын өткізіп алады. Дегенмен ары қарай белсенділікті арттырған Қамшыбек бұл жекпе-жекте азғана басымдықпен жеңіске жетеді. 2018 жылы Jalolov америкалық Fights Promotions атты промоутерлік компаниясымен келісімшартқа отырып, кәсіпқой бокстағы мансабын бастайды. Осы жылы Америкада 4 жекпе-жек өткізіп, барлығын уақытынан бұрын аяқтаған ол, арасында әуесқой боксқа да ат басын бұрып тұруды ұмытпайды. 2019 жылы Таиландта өткен Азия чемпионатының финалына дейін жеткен Jalolovты ежелгі қарсыласы Қамшыбек күтіп тұрған болатын. Негізінен клинчке толы болған бұл жекпе-жекте жеңімпазды айқындау қиын, бірақ төрешілер жеңісті өзбек боксшысына берген екен. Осылайша Азияның екі дүркін чемпион атанып, тәжірибе жинап алған Jalolov сол жылы Ресейде өткен әлем чемпионатына басты фаворит ретінде қатысады. Мұнда да финалға дейін еш қиналмай жеткен оны тағы да Қамшыбек күтіп тұрған болатын. Бір-бірін жақсы білетін екі қарсылас салған жерден бар күштерін салып соқа алмаса бастайды. Дегенмен уақыт өте келе қолдарының ұзындығын пайдалана бастаған Jalolov Қамшыбекті қарымтас соққылармен күтіп ала бастайды. Қамшыбектің де шабуылдары арасында дөп тиіп жатқанмен басымдық өзбек боксшысында еді. Жекпе-жек аяқталған сәтте қол алысуға келген өзбек боксшысын Қамшыбек бетінен итеріп жібереді. Бірақ өзін-өзі ұстай алған Jalolov Қамшыбекке басу айтып кетіп қалады. Осылайша Jalolov мансабында алғаш рет әлем чемпионы атанған болатын.
Арасында кәсіпқой боксты да ұмытпаған ол 2019 жылы 2 жекпе-жек өткізіп, екеуінде де қарсыластарын нокаутқа жібереді. Осыдан соң пандемия басталып, рингке 2021 жылы оралған Баходир 2021 жылғы Азия чемпионатының финалында Қамшыбекті нокдаун арқылы жеңіп 3 дүркін Азия чемпионы атанады. Бұл жолы ашуды ақылға жеңдірген Қамшыбек жеңілісті жігітше қарсылады. Азиядан соң тұруға тырысып, жанталаса жұдырықтасқанмен америкалықтың шамасы жетпейді. Осылайша Баходир Жалолов мансабында алғаш рет Олимпиада чемпионы атанған болатын. Олимпиададан соң демалуға шешім қабылдаған Жалолов 2021 жылғы әлем чемпионатына қатыспайды. 2022 жылы кәсіпқой бокста 3 кездесу өткізіп жеңіске жеткен ол, сол жылы IBA тұжырымын ұйымдастырған чемпиондар кешінде бахрейндік Денис Латыповты да жеңіп, $30,000 қалтаға басып алады. 2023 жылғы Азия чемпионатын жіберіп алған Жалолов сол жылы Ташкентте өткен әлем чемпионатына қатысады. Мұнда жеребе бойынша енді ширек финалда Қамшыбекпен жұдырықтасқан болатын. Бірінші раундта Жалолов 2-1-дей тура соққы тигізеді. Өкінішке орай Қамшыбек қанша барын салып тырысқанмен, бұл кезде Кличко секілді бойының ұзындығын жақсы пайдаланып үйреніп алған Баходир отандасымызға мүмкіндік бермейді. Осылайша финалға да жетіп алған Жалоловты ақтық сында кубалық Фернандо Арзоло Лопес күттірған болатын. Жекпе-жекті өте агрессивті мәнерде бастаған Жалолов алғашқы раундта кубалықты нокдаунға түсіріп, берілуге мәжбүр етеді. Осылайша Баходир әлем біріншілігін 2 рет жеңіп алған болатын. Биыл күзде Қытайда өткен Азия ойындарында Баходир финалға шыққан жалғыз қазақ Қамшыбекпен жұдырықтасады. Өзбек боксшысы жекпе-жекті өте жоғары қарқында бастап, бірінші және екінші раундтарды өз пайдасына жаздырып алады. Қамшыбек әдетінше жекпе-жекті жеңуге барын салып, арыстанша арпалысып бағады. Бірақ бұл кезде өте тәжірибелі боксшыға айналып кеткен өзбек боксшысын жеңу қиын болатын. На профессиональном ринге провести больше 10. Снова наклоняясь, пытается левой попасть. Осылайша Баходирге кезекті рет жеңілген Қамшыбек тағы да алтынға бір қадам жетпей қалады. Жалпы рингте бұл екі боксшы 8 рет кездескен екен. Соның біреуінде Қамшыбек жеңсе, жетеуінде Баходир басын түскен. Жақында Ташкентте өткен кәсіпқой бокс кешінде Жалолов африкалық Крис Томпсонды бірінші раунда нокаутпен жеңіп, кәсіпқой мансабындағы 14-ші жеңісіне қол жеткізген болатын. Қазір ол Top Rank промоутерлік компаниясының құрамында. Міне достар, Баходир Жалоловтың мансабы әзірге осындай екен. Сөзсіз, бұл боксшы Өзбекстанның ұлттық батыры, Азияның 3 дүркін чемпионы, әлемнің 2 дүркін чемпионы, Олимпиада чемпионы. Әлемде мұндай нәтижеге жеткен боксшы саусақпен санарлық. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Ұнаса міндетті түрде лайк басып отырыңыздар. Сіздермен болған әлем боксинг арнасы.